Наурыз мерекесі күндері жаһанның 5 құрлығында қазақтың күмбірлеген күйі радио станцияларда ойнайды. Әлемнің 26 елі Қазақстанды осылай құттықтауды жөн көрген. Бұл күндері Құрманғазы атындағы оркестрдің орындауындағы қазақ композиторларының шығармалары Испания, Бразилия, Үндістан, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Иран, Оңтүстік Африка Республикасы, Түркия, Грузияда және тағы да басқа елдерде қазақтың қара домбырасының үні күмбірлеп, шын мәнінде мерекелік атмосфера сыйлайды. Сонымен қатар еліміздің сыртқы саясат ведомствосында атап өткендей, Қазақстанның шетелдегі елшіліктер мен дипломатиялық өкілдіктері күн мен түннің теңелу мерекесін диаспоралармен және түрлі бағдарламамен бірге атап өтеді. Наурыз ерекше тойlanатын болады. Сондықтан біздің барлық елшіліктеріміз, дипломаттарымыз, шетелде жүрген қазақтар бәрі бірлесіп жақсы тойлап өтеді деп ойлаймыз. Барлық қазақстандықтар шетелде жүрген сол елшілікке келеді. Наурыз күн кең форматта тойлап өтеді. Мысалы, көп қазақтар шоғырланған елдерде үлкен диаспорамен бірлесіп тойлар жасайды, киіз үйлер құрып, неше түрлі конкурстар ұйымдастырады.